Құрметті әріптестер, бір өлеңі бір елдің мұрасына айналған қазақтың көрнекті ақыны Мұқағали Мақатаевты бұл күнде сағына еске аламыз. Ақын жырлары оқырман қауымның жүрегінде мәңгі жатталып, уақыт өткен сайын өскелең ұрпақты өз әлеміне иіріп әкелуде. Абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін еңбек еткен ақиық ақынның 90 жылдық мерейтойының қарсаңында Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы оқу-әдістемелік кабинетінің ұйымдастыруымен бастама алған «Жырлайды жүрек» челленджін Жамбыл ауданы педагогтары атынан жариялаймын. Жазылар естеліктер мен туралы, біреулер жан еді дер өр тұлғалы, біреулер тұлпар еді деуде мүмкін, бүтінделмей кеткен бір ер тұрманы. Аңыз ғып айтар бәлкім қылығымды ұнатқан жылынуды, жақсы көрген дер мүмкін жылынуды, әйтеуір қазбас бұлық шылығымды. Жазылар естеліктер нешеленген, көрерміз оның бәрін пешенеден. Әйтеуір білетінім бірақ нәрсе, өседі өлең немесе өшеді өлең. Қулары қырдың қызыл түлкісідер, момындар біздің үйдің кірпішідер. Мәңгілікке өзіммен ала кеткен, менің нәзік жанымды кім түсінер? Осы жыр керуенін Байзақ ауданы білім бөлімінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің әдіскері Маутаева Қарлыға Сейітханқызына, Жамбыл ауданы білім бөліміне қарасты Бродикова атындағы орта мектебінің директоры Абдирова Гүлсара Мәмбеталықызына, Шайқорық орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Ахалиева Айнұр Бақталықызына, Антон Макаренко атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Кусева Салтанат Жұмабекқызына және барша Жамбыл облысы білім басқармасына қарасты қазақ тілі мен әдебиет пәнінің ұстаздарына жолдаймын.